Сәлеметсіз бе, админ? Сәлеметсіздер ме, оқып отырған жандар? Маған совет керек болып тұрған еді, ажырасып кеткенмін. 2 балам бар, алимент өкіметтен көмек ештеңе алмаймын, айспа тапсырып көрдім, шықпады. Кіші балам 3 жасқа толмаған әлі. Жұмыс істеймін, бірақ жалақым аз, жеткізе алмай кетемін. Содан үй тазалауға шықтым жұмысқа, тәжіктердің үйі еді. Сол үйдің тәжік баласы ұнатып қалған екен, келіп номерімді сұрады. Мен бай ауқатты отбасы екен ғой, сөйлесіп көрейін деп номерімді бердім. Жұмыстан қайту уақытым жақындағанда білдім әйелі барын, өкініп қалдым номер бергеніме. Сосын ол WhatsApp'тан жазды. Мен айттым, әйелің әдемі екен, үйленгеніне көп болмаған, бір ақ балаң бар, басқаларды қайтесің, соның қадірін біл деп салдым. Ол скритимен хабарласап қоймады, ұнатып қалдым, сөйлесіп көрейік, арамызда қалады, ешкім білмейді деді. Көмектесемін, ақшалай жағдайымды көрдің, ренжітпеймін деп отыр, қой десем түсінбейді. Естуімше тәжіктің әйелдері күйеулерін қатты қызғанады. Күйеуіне жақындаған әйелді білсе шу шығарып кетеді екен. Сол рас па? Тәжік жігіттер артқы жақпен болады екен әйелдермен деп естім. Қаншалықты рас нәрсе, естулеріңіз бар ма? Сол тәжікпен сөйлесіп көрсем екен, қалай ойлайсыздар? Құрбыма айтсам, ойбай, жолама, жаман, олар сасық, жиіркенішті ғой, қайтесің деп отыр. Өзім 2 ойлымын, ақша үшін біреумен жүру деген ой келген болатын. Қиналғанымда балдарыма памперс таппай қалған кезде, бірақ жүрмегенмін, күйеуімнен көмек жоқ, тым құрғанда балдардың жағдайын сұрамайды. Бір ойым, үлкен күнә, бір отбасыны құртамын деп ойлаймын.